Қазіргі таңда Қазақстан азаматтарының халықаралық лаңкестік ұйымдардың қызметіне қатысқаны жөніндегі жекелеген деректер анықталған сайын, бұл адамдардың бастапқыда таблиғи жамағат жолын ұстанып, осы ұйымды уағыздаушылардың ықпалымен экстремистік идеологияға қосылғаны белгілі болып отыр. Таблиғишылар ғылым мен білімге мән бермейді. Құран жаттауға, фиқх, ақида және хадис ілімдері сынды ғылым салаларын терең меңгеруден бас тартады. Негізгі сүйенер дәйектері Құран және хадис емес, қиссалар мен аңыз әңгімелер. Уағыз насихат дағауатына шақыруға белгілі бір күндер арнап шектеулер жасайды. Ондай ұстаным ислам шариғатындағы бұлтартпас дәлелдерге қайшы келеді. Аталмыш топ шетелден басқарылатындықтан, мемлекет қауіпсіздігін сақтау үшін ТМД елдері ішінде ең алғаш болып Өзбекстанда, 2006 жылы Тәжікстанда экстремистік ұйым ретінде танылып, олардың қызметтеріне бір жола нүкте қойса, 2014 жылға 18 тамыздағы Астана қаласының Сарыарқа аудандық сотының шешімімен таблиғи жамағат халықаралық экстремистік діни ұйымның Қазақстан аумағындағы қызметіне тыйым салынды. Тыйым салғанына қарамастан, 2017 жылы Атырау қалалық екінші сотымен Шығыс Қазақстан және Атырау облыстарының 6 тұрғыны таблиғи жамаат діни экстремистік ұйымның қызметін ұйымдастырғандары және қатысқандары үшін 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылған. Сотталушылар Индия, Пәкістан, Бангладеш және Біріккен Араб Әмірлігі мемлекеттерінде орналасқан таблиғи жамаат халықаралық діни ұйымның оқу орындарынан білім алған соң, тыйым салынған экстремистік ұйымның идеяларын Алматы облысында насихаттаған.